Қайырлы уақыт, сіздермен бүгін осындай үлпілдек воздушный болып шығатын, бір жасағаннан шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, бірге жасайық. Ал ендеше бисмиллах деп бастайық. Бізге бауырсағымызға қажетті заттарымыздың мөлшерін описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Ең бірінші біз ыдысымызға сүтіміз бен суымызды құйып аламыз. Сүтте, суда жылы болу керек. Қантымызды қосамыз, аштығымызды қосамыз дағы жақсылап бір араластырып аламыз. Суымыз бен сүтіміз ыстық болса, біздің бауырсағымыз ашмай қалады, себебі дрожжымыз пісіп қалады. Сол себептен жылы болғанын қадағалаңыз. Келесі кезекте тұзымызды, сұйық майымызды, майонезімізді қосып тағы да бір рет араластырып аламыз жақсылап. Келесі кезекте бізде ұнымызды қосатын боламыз. Ұнымызды бірден барлығын қоса салмаймыз, екі бөліп қосатын боламыз. Бірінші бөлігін қосқаннан кейін силиконовый лопатканың көмегімен араластырсаңыз болады, немесе бірден қолмен илей берсеңіз болады. Екінші бөлігін салып, ұнның жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамыр илеп алғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге қойып ашытамыз. Менен лайфхак, мен ылғида духовканы 30 градусқа қойып, 20-30 минутта духовкада тез ашытып аламын. Міне қамырымыз осындай эластичный, жұмсақ болып шығады. Менің қамырым духовкада 20 минутта тез ашып дайын болды. Келесі кезекте біз бауырсағымыздың қамырын жаятын боламыз. Онды көп қолданбаймыз. Осылай қамырымызды жайып аламыз. Бауырсағымызды домалақ етіп пісірсек те болады, ойып, немесе төрт бұрыштап кесіп пісірсек те болады. Енді ол өз еркіңізде. Қамырымызда қатты жұқа болып кетпеу керек жайған кезде, және де қалың да болып кетпеу керек. Орташа, шамамен осындай қалыңдықта жайып аламыз. Осындай құрылғының көмегімен мен домалақ етіп ойып алдым. Ойып алғаннан кейін ас үйдегі сүлгіге қойып жабыспас үшін 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Біздің бауырсақтарымыз кішкене көтерілгенше күтеміз. Майымызды алдын ала қыздырып алып, осылай бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай 10-15 минут расстойкаға қойғандықтан біздің бауырсақтарымыз үлпілдек болып шығады. Менің рецепттерім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетсеңіздер. Міне біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Ас болсын, менің рецептіммен жасап көріңіздер.